Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ағылшын тілін үйреніп жатырсыздар ма? Сабақтарды қарап жатырсыздар ма? Бүгін бізде 2A, бұл неде юнитта біз ұлттарды өтетін боламыз. Алдында мемлекеттердің атын өтсек, енді сол мемлекетте тұратын ұлттардың атын өтеміз. Мысалы, біз алдында өттік Қазақстан, Россия, США деген сияқты. Енді Россиянен қазақстандық, мысалы китаец деген сияқты, Қытай адамы деген сияқты сол ұлттарды өтетін боламыз. Және де жіктеу өсімдіктерін бүгін біз аяқтаймыз. Алдынан бері біз өткенбіз I, you, he, she, it, енді we, you, they. Бұлар көпше түрі. Nationalities дегеніміз жаңағы национальностьтер, ұлттар, ұлт өкілдері. Және ч, ш деген дыбыстар өтеміз. Ч, ш. Ал бастайық. Бірінші тапсырма vocabulary, nationalities, where are they from, олар қайдан болады, complete the sentence with a country. Мемлекетті жазып, өзіміздің білетін мемлекетті жазамыз. I'm Japanese. Мен жапондықпын дейді. Japanese дегеніміз. Яғни she is from Japan болады бұл жерде. Келесі, I'm Canadian. Мен канадалықпын дейді. Яғни he is from Canada. Сіздер телеграм каналға кіріп, бүткіл нелерді жазып алыңыздар деп ойлаймын. Өйткені мынау беттердің бәрін мен сабақ басталардың алдында салып отырамын. Сондықтан оның алдына жазып аласыздар. Сосын сабақты қарап отырып, сол бетті ашып, өздеріңізге ыңғайлы дәптеріңізге жазып отырсаңыздар да болады. Енді соңғысы I'm Mexican, яғни Мексика, иә? Білеміз. She is from Mexico. Ал нені өтейік? Сөздік қорды ұлт өкілдеріне байланысты. Text. Nationalities, yeah? Listen and repeat the countries and nationalities. Тыңда және қайтала мемлекеттер мен ұлт өкілдерінің аттарын. Оны бүйтіп төменіздерге көрсетіп шығайын, бүткіл нелерді. Қазір мен қосамын. Қосқаннан кейін, осылар айтқаннан кейін артынан қайталап отырасыздар. Жарайды ма? Кеттік. 1.43 Brazil, Brazilian, Canada, Canadian, Chile, Chilean, China, Chinese, England, English, Japan, Japanese, Korea, Korean, Mexico, Mexican, Peru, Peruvian, Portugal, Portuguese, Saudi Arabia, Saudi, Spain, Spanish, the UK, British, the United States, American, Vietnam, Vietnamese. Так, осы сөздердің бәрін дәптерлеріңізге жазып жаттап аласыздар. Қай мемлекет? Өздеріңіз түсініп отқан шығарсыздар, иә? Қайсы қай мемлекет екен? Мен барлығын аударып отырмай қойын. Қазір онлайн сөздіктер бар. Қазір Google-ға жазып қалсаңыз, сіздерге переводын жазып береді. Өздері итақты түсініп отыр ғой, міне Spain, Испания. Бұл жерде қазір сіздерге айта кететін бір жайт. Мынау Англия бар ғой. Англияда оны English деп атайды адамдардың. Ал the UK дейді, оны British дейді. Яғни Ұлы Британия. Ұлы Британияның ішіне Англия да кіреді, Шотландия да кіреді, Ирландия да кіреді. Сондықтан да басқа мемлекеттер кіреді ішіне. Сондықтан мыналарды біріктіріп British деп айтаймыз. Бірақ England'ың өзін English деп айтсақ болады.
және Englandқа British деп айтсақ та болады. Вот сонда айырмашылығы бар. Кейбіреулері оны айырмашылығын білмеуі мүмкін, сондықтан түсіндіріп жатырмын. Мемлекеттер сияқты ұлт өкілдерінің аттарында біз бас әріппен жазамыз. Мысалға, Канадада, Англияда, Америкада, Ұлыбританияда барлық жерде бір ағылшын тілі қолданылады. Және Австралияда да ағылшын тілі қолданылады. Сондықтан ағылшын тілін білген пайдалы. Бразилия мен Португалияда португальский язык дейді. Мексика, Перу, Испания, Чилида испанский язык дейді. Сауди Арабияда арабский язык. Вот, осы тілдер қолданылады. Тілдердің аттарында жаттап алсаңыздар болады. Және олар әрқашанда көріп тұрсыздар бас әріппен басталады. Енді бұл бет сіздерде бар. Алдында да айтып кеткендей, бүйтсеңіз болады. Мына сөздердің бәрін жауып тастап, қолыңызбен, тағы бірдеңесімен мына флагтарға қарап, мемлекеттердің аттарын айтсаңыздар болады. Сөйтіп жаттап алсаңыздар болады. Келесі, біздің nationality, біз казак боламыз. Казак. Жаза салайын. Your national, right? Your national. Өзінің ұлт өкіліңді неңді жаз дейді. Қай ұлттансың? Practice saying it. Соны айтып үйренеді. Оны казак. Казак. Қазақ дегенде қ айтылмайды ба? Казак деп айтамыз. Complete the sentences about you. Өзіңіз жайлы. I am атыңыз, менің атым, жазасына жеке атыңыз жазасыз. Сосын I am казак дейсіз. Үстіп, осы фразаларды міндетті түрде жазып алыңыздар, өте пайдалы фразалар. I'm from town жазасыз, немесе town city деген жаңағыдай қала. I'm from, мысалы, Астана, Шымкент, Алматы, Атырау, Ақтау, Уралск, тағы да басқа, in Kazakhstan деп. Осы міндетті түрде өте пайдалы фраза. Так, listen, say the nationality. Қазір олар сіздерге айтады, мына жерде. Сіз соны айтуларыңыз керек. Қосамын, тыңдайсыз, қайталайсыздар. 1.44 1. I'm from Spain. She's Spanish. 2. I'm from Korea. He's Korean. 3. I'm from Canada. She's Canadian. 4. I'm from the United States. He's American. 5. I'm from Mexico. He's Mexican. 6. I'm from Portugal. She's Portuguese. Көрдіңіздер ма? Жаңағыдай, бұл жерде мына бір айтып отыр, ер адамдар, әйел адамдар өздерінің қай жақтан екенін айтып отыр. Басына жаңа бастады, Spain деп бастады. Сіздер соны he немесе she ғой, дұрыс па? Ер адам немесе әйел адам. Соған қойып, оның несін айтуыңыз керек, ұлтын айтуыңыз керек. Қазір тыңдап отырасыздар да, мен сіздерге көмектесем. 7. I'm from Vietnam. Неге I'm from Vietnam деді. Мен Вьетнамнамын, ол вьетнамдық. Ағылшынша he is Vietnamese болады. He's Vietnamese. 8. I'm from Brazil.
She's Brazilian. 9. I'm from Japan. She's Japanese. 10. I'm from England. He's English. 11. I'm from Saudi Arabia. She's Saudi. 12. I'm from China. He's Chinese. 13. I'm from Peru. She's Peruvian. 14. I'm from Chile. He's Chilean. Мгм. Так, келесі тапсырма. Ч, ш, ш, ч деген дыбыстар. Оны өтетін боламыз. Енді бұл жерде қараңыздар. The same stress or different stress. Listen and underline the stress syllable. Write as D. Same дегеніміз бірдей, біркелкі деген. Different дегеніміз өзгеше, басқаша деген мағына білдіреді. Яғни бізден сұрап тұр, мына жерде екпін бірдей түсіп тұр ма екі сөзде де? Яғни мемлекеттің атында да, ұлттың ұлт сөзінде де, мына мемлекет деген сөзінде де бірдей ма деді. Нелер екпіндер, мысалы Brazil, Brazilian, Brazil, Brazilian, zil дегенге түсіп тұр екпін. China, Chinese, China дегенде бірінші буынға түсіп тұр. Ал Chinese дегенде соңғы буынға түсіп тұр. Сөзде D болады, өйткені different. Біркелкі болса S-ті қоямыз, өзгеше болса D-ні қоямыз. Яғни same немесе different. Қазір тыңдайсыздар, соны белгілеп шығуларыңыз керек. 1.45. 1. Brazil. Brazilian. 2. China. Chinese. 3. England. English. 4. Canada. Canadian. 5. Peru. Peruvian. 6. Mexico. Mexican. 7. Japan. Japanese. 8. Vietnam. Vietnamese. Егер де үлгермей қалсаңыз, артқа қарай жіберіп, осы видеоны қайтадан тыңдасаңыз болады. Мен қазір сіздерге жауабын былай айтып кетейін бірден. England, English. Яғни, ол бізде бірдей болады. Same as. Canada, Canadian. Бұл жерде different болады. Өйткені өзгеше түсіп тұр. Canada, Canadian. Енді 5-ші. Peru, Peruvian. Бұл жерде біркелкі болып тұр. Бірдей. Өйткені ru екінші неге түсіп тұр. Mexico, Mexican. Бірдей. Same. Same. Japan, Japanese. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде өзгеше D болады. Vietnam, Vietnamese. Vietnam, Vietnamese. Соңғы буынға түсіп тұр. Бұл жерде бізде different болады, яғни өзгеше. Бағана айтып кеткен Ч, Ш дыбыстары. Мынау Ш дыбысы, мынау Ч дыбысы. Ш, Ш. Осылай дыбысталады. Ч, Ч, Ш, Ш. Shower, she, Spanish, English, vacation. Мынау T-I-O-N деген жалғау, осы vacation деген сияқты, information деген бәрі шын деп оқылады. Соны есте сақтап қалыңыздар.
Ал қосам, тыңдаңыздар, сөздердің артынан қайталаңыздар. Мына chess, teacher, chair, China, Portugal. Барлығын тыңдаңыздар. 1.46. Shower. Shh. She. Spanish. English. Vacation. Chess. Ch. Teacher. Chair. China. Portugal. Бітті. Ч мен ш дыбыстарын қарастырып шықтық. Қазір осы сөйлемдерді оқылады. Соны сіздер қайталаңыздар. Осыны оқып үйреніңіздер. 1.47. She's Spanish. She's on vacation. He's a Chinese teacher in Portugal. Осы сөйлемдерді қайта қайталап үйреніңіздер. Айтып. Ч мен ш дыбыстарын. She's Spanish. She's on vacation. He's a Chinese teacher in Portugal. Үшінші тапсырма listening and reading, тыңдалым және оқылым. Қазір бізде беріледі. Соларды біз белгілеп шығуымыз керек. Суреттер берілген A, B, C суреттері. Мына жартысы ғана. Қазір мен екінші жартысын сіздерге көрсетемін. Екінші жартысы мына жақта. Яғни мына жақта басқа адамдар отыр. Бұл кісілер отыр ненің ішінде, пойыздың ішінде. Мына жерде бос, мына жерде адамдар отыр. Мыналар келе жатыр, мына жерде отыр. Сурет, сіздерде бұл суреттер бар, біріктіріп қарасаңыздар болады. Мына жерде 3 диалог берілген, осыны біз қайсысы суретке сәйкес келетінін біріктіруіміз керек. Ал қосамын, тыңдаңыздар. 1.48. 1. Excuse me, are these seats free? Yes, they are. Please sit down. Thanks. 2. I'm Max, and she's Liz. We're Canadian. Are you on vacation? Yes, we are. How about you? We aren't on vacation. We're students. 3. Are you American? No, we aren't. We aren't from the US. Oh, are you from Japan? No, we aren't. You aren't American and you aren't Japanese. Where are you from? We're from Canada too. Үлгермесеңіздер қайтадан тыңдасаңыздар болады. Мына бірінші нені қарап шығайық. Кешіріңіз, бұл орындар бос па дейді. Yes, they are. Олар бос. Please sit down. Отырыңыз. Отырсаңыздар болады. Thanks, рахмет. Мына үш суреттің қай жерінде? Мына жерде отыр. Яғни олар жүріп келе жатыр да отыр, сұрады, орындар бос па деп. Яғни бұл бізде мынау болу керек. Орынды оларға ұсынып тұр. Яғни біріншісі бізде C. Екіншісі I'm Max and she's Liz. We're Canadian. Мен Макспын, ол Лиза. Біз канадалықпыз. Are you on vacation деп сұрап отыр. Сіздер демалыстасыздар ма? Yes, we are. How about you? Я, біз демалыстамыз. Сіздер ше? We aren't on vacation. We are students. Біз демалыста емеспіз, біз студенттерміз дейді. Ол екінші қай суретке келеді екен? Бұл жерде Макс сөйлеп жатыр. Бұл жерде бізде екіншісі A суреті болады екен. Міне Макс сөйлеп жатыр. Келесі үшіншісінде Liz сөйлеп жатыр. Are you American? No, we aren't. We aren't from the US. Сіздер америкалықсыздар ма? Жоқ. Біз Америкадан емеспіз дейді. ақш-тан емеспіз.
Лиз қайтадан сұрайды. Oh, are you from Japan? О, сіз сонда Жапониядансыз ба? No, we aren't. Жоқ, біз Жапонияда емеспіз. Лиз, сіз Америкадан емессіз, сіз Жапонияда емеспіз. Сіз қайдансыз сонда дейді. You aren't American and you aren't Japanese. Where are you from? We're from Canada. Too. Біз де Канададанмыз дейді. Мына екісі. Так, енді мына жерде сөйлемдер берілген. Listen again and read the dialogues, then mark the sentences, right or wrong. Мына диалогтарға қарап отырып, біз қазір мына сөйлемдердің right дұрыс немесе бұрыс екендерін біз жазып қоюымыз керек. Біріншісі, Max and Liz are American. Макс пен Лиза американдықтар дейді. Білеміз, олар басында айтты, біз Канададамыз дейді. Канададамыз. Яғни мынау қате. Екіншісі, Max and Liz are on vacation дейді. Макс пен Лиз олар демалыста. Yeah, yes we are дейді. Көрдіңіз, Стив сұраған кезде Макс айтты, yes we are on vacation. Яғни бұл бізде дұрыс болады. Steve and Jenny aren't on vacation дейді. Олар демалыста емес. Иә, дұрыс. Неге? Өйткені олар айтты. Біз демалыста емеспіз, Стив айтты. We aren't on vacation. We are students. Сондықтан бұл дұрыс сөйлем. Келесі, Steve and Jenny are teachers. Олар мұғалімдер дейді. Олар мұғалімдер ме? Жоқ, олар студенттер. We are students деп айтқан екі-үш диалогта. Сонымен бұл қате. Бесінші, Steve and Jenny aren't American. Олар американдықтар емес. Дұрыс. Неге? Өйткені олар айтты, біз американдықтар емеспіз, біз канадалықпыз деді. Сонда дұрыс. Steve and Jenny are Japanese. Олар жапондықтар деді. Лиз сұраған кезде Jenny айтты. Жоқ, біз жапондық емеспіз, сондықтан бұл қате. Wrong. Так, грамматикаға көшейік. Енді жаңа тыңдалымды біз өттік. Грамматикаға. Read the dialogues in 3 on page 10. Again, complete the chart. Мына жерде болымды және болымсыз сөйлемдер берілген. We дегеніміз біз, you дегеніміз сен, сіз деп өткенбіз. Енді сендер, сіздерде болады. They, олар. Біз оларға are дегенді қолданамыз. Яғни we are, you are, they are. Мына жерде they are болады. They are. Енді мына жерде болымсыз сөйлемдерін жазуымыз керек. Так, we aren't болады. Мына жерге жаза салайын. We aren't. Осылай қысқартамыз. Содан кейін you aren't. Барлығында бірдей болады. Және they aren't. Дәл осылай болып шығады бізде. Қойып қойсақ болады. They aren't алып тастасам да болады екен. Так, бұл болымсыз сөйлемде осылай болады. Енді грамматикаға көшейік, қазір толығырақ өтетін боламыз. Мінекей, соңғы жіктеу есімдіктері we, you, they. Біз, сендер, сіздер, олар. Listen and repeat the examples, then read the rules. Тыңдап алайық бірінші, әдеттегідей, содан кейін ережелерді оқитын боламыз. Ал, сонымен кеттік. 1.50 We're American. We aren't American. You're Japanese. You aren't Japanese. They're Peruvian. They aren't Peruvian. Are we late?
Yes, you are. No, you aren't. Are you from the UK? Yes, we are. No, we aren't. Are they Mexican? Yes, they are. No, they aren't. Қазір тыңдап шықтық. Енді қазір мына жерде былай көрсетілген. We are, не, we're деп қысқартсақ болады. They are, there деп қысқартсақ болады. We and you адамдарға, яғни we және you ол ұлдарға да қыздарға да қолдана берсек те болады. You singular and you plural are the same. You жаңа жекеше түрдегі және көпше түрдегі екеуі бірдей. They оны адамдарға қолдансақ болады. Олар ерлер, әйелдер бірге және заттарға да қолдансақ болады. Заттарға, жануарларға да қолдансақ болады. Мысалы, мынау көрдіңіздер ме? Ең бірінші сабақтан бері келе жатқан нелер. I'm Korean, I'm not Korean, you are late, you aren't late. Ал енді біз we, you, they деп өтеміз. Көпше түрі. We're American. Болымсыз сөйлемде we aren't American болады. Болымды сөйлемде you're Japanese. Болымсыз сөйлемде you aren't Japanese. They're Peruvian. Олар Перудан. They aren't Peruvian. Енді сұраулы сөйлемдер көрейік және оларды қалай болымды түрде жауап беріп және болымсыз түрде қалай жауап беруге болады. Are we late? Біз кешіктік пе? Yes, you are. Иә, сендер кешіктіңдер. No, you aren't. Жоқ, сендер кешіккен жоқсыңдар. Осылай жауап береміз. Are you from the UK? Сіздер Ұлыбританиядансыздар ма? Yes, we are. Иә, біз сол жақтамыз. No, we aren't. Жоқ, біз ол жақтан емеспіз. Are they Mexican? Олар Мексикадан ба? Yes, they are. Иә, олар Мексикадан. No, they aren't. Міне осылай құрастырылады. Осылай жауап бер. Yes деген кезде өйстіп жауап береміз. Яғни сұраулы сөйлемде тұрған жіктеу есімден аламыз. We-ді алып қоямыз. Мысалы, are we late? Біз сұрап отырып қой. Біз кешіктік пе? Олар жауап береді. Yes, you are. Иә, сендер кешіктіңдер. Are you from UK? Мен жауап берген кезде мына жақта are-ды қысқартуға болмайды. Ал мына жерде aren't деп қоямыз. Болымсыз түрде. Қатты қиын емес деп ойлаймын. Сұраулы сөйлемдерде бағана өздеріңіз көріп отырсыздар, are бетістігі жіктеу есімдігінің алдына шығып кетті. Әдеттегідей барлық жерде көріп отырсаңыздар, жіктеу есімдігі алдына шығып тұр. Мысалы, are we in room 4? We are in room 4 деп сұрай алмаймыз. Оны біз алдыңғы сабақтарда да өткенбіз. Are, am, is, are жіктеу есімдіктердің алдына шығады сұраулы сөйлемдерде. Don't use contractions in affirmative short answers. Яғни, мен жаңа айттым, мынау болымды сөйлемдердің, яғни сұраулы сөйлемге жауап берген кезде қысқаша болымды түрде. Сол кезде мына are дегенді қысқартып жүруге болмайды. Are дегенді. Yes, your деп айта алмаймыз. Жазылып тұр бұл жерде. Сіздерге үй жұмысына қазір мынау тапсырмаларда берілетін болады, қараңыздар. Мынау тапсырмалар. Мынау тапсырма, мынау осы грамматиканы өтіп болғаннан кейінгі тапсырмалар. Бұл қалай орындаймыз? Change the bold words to a pronoun. Мынау bold дегеніміз жирный, яғни қап-қара түспен жазылған сөздерді біз өзгертуіміз керек. Pronoun дегеніміз жіктеу есімдік. Яғни жіктеу есімдігін өзгертуіміз керек. Louis and Pedro are from Lima. Яғни олар. They are from Lima. Andy and I are Korean. Andy және мен деп тұр. Яғни біз болады. We are Korean. Samba music is from Brazil. Samba music, яғни ол зат қой. Яғни бір нәрсе адамдар емес. Яғни
It's Brazilian болады. Міне өйстіп қойып шығасыздар жүктеу өсімдіктерін. Make positive and negative sentences. Болымды және болымсыз сөйлемдер құрастыратын боламыз. Use we, you, they. We, you, they'ді қойып, болымды және болымсыз сөйлемдер құрастырамыз. Өте оңай. Liz and Tom Canadian. Болымды сөйлем. They are Canadian болады. Келесі. Anna and I from Mexico City. We are from Mexico City. We aren't from Mexico City. Ол өйткені болымсыз сөйлем құрастыр деп тұр. Қиын ештеңесі жоқ, достар. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Use contractions where possible. Қай жерде қысқарту қоя аламыз, сол жерде қойсаңыздар болады дейді. Мына бос орындарды толықтыруымыз керек. Осының бәрін қойып шығыңыздар. Мына неге мысалға қарап. Осы сіздерде берілген суреттердің арасында бар. Так, мынау 1-1. Listen, say the questions дейді. Say the questions дейді. Қазір мына жерде You're Peruvian, are you Peruvian? Мына беріледі сөйлемдер. Соны сіз сұраулы сөйлемге айналдырып отыруыңыз керек. Мысалы, You're Peruvian, are you Peruvian? Деген сияқты. Ал қосамын, тыңдаңыздар, сұраулы сөйлемді құрастырыңыздар. 1.51 1. You're Peruvian. Are you Peruvian? 2. They're Japanese. Are they Japanese? 3. We're Brazilian. Are we Brazilian? 5. They're English. Are they English? 5. You're Saudi. Are you Saudi? 6. We're American. Are we American? 7. They're Portuguese. Are they Portuguese? Так, осымен қазір мына. Енді мына жерде осында спикингге қатысты. Яғни сіздердің ағылшын тілінде спикингті дамыту үшін. Спикинг алдында айттым ғой, спик деген сөйлеу. Соған қатысты тапсырма. Енді бұны Telegram чатта өздеріңізді бір қастарыңызға бір адам тауып алып, пара тауып, жұп тауып бүйтесіздер. Мына суретке қарайсыздар да сұрақ қоясыздар. Мысалы, is Adele American? Деп сұрайсыздар. Ол жауап беру керек. No, she isn't. She's English. Өздеріңіз білгендеріңізге байланысты да, мысалы. Is tacos Peruvian? Мен білмеймін, мысалы. Yes, it is. No, it isn't. Деген сияқты. Сөйтіп жауап беріп шығасыздар. Содан кейін жауабымды жіберем. 79-ші беттегі жауабы бар. Сол жауап арқылы тексеретін боласыздар. Бұл сіздердің спикингдеріңізді дамытуға арналған. Ал достар, видеоны аяғына дейін қарасаңыздар, видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және достарыңызға таратыңыздар.